Бәріне сәлем, Қазақстанның жас программистері. Бұл IT Power Lab арнасы. Бүгінгі видеода біз Granny AI жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Алдында скачет етіп алған Granny моделін Unity'ға импортировать етеміз. Сосын Granny'ді сценаға шығарып, оның көлемін үлкейтеміз. Енді Assets деген жерден Granny'дің анимациясын қараймыз. Бізге керегі Idle, Walk және Hit. Assets деген жерден сол жақ мышканы басып, Create Animator Controller дегенде басамыз. Оған Granny Animator деген ат қоямыз. Енді Granny'ді таңдап, Add Component Animator'да қосамыз. Assets деген жерден Granny Animator'ға кіреміз. Манағы айтқан 3 анимацияны аниматорға шығарамыз. Яғни Idle, Walk және Hit. Parameters деген жерден плюсті басып, Bool дегенді таңдаймыз. Атын is walking деп қоямыз. Тағы плюсті басып triggerді таңдаймыз. Атын hit деп қоямыз. Енді idle дегенді оң жақпен басып, make transition'ды басып, walk'қа апарамыз. Idle'дан walk'қа баратын сызықты басамыз. Inspector'дан conditions деген жерден плюсті басамыз. Енді walk'ты басып, дәл солай make transition'ды idle'ға апарамыз. Walk'тан idle'ға баратын сызықты таңдап, conditions'тан плюсті басамыз. True'дан false'ға өзгертеміз. Енді any state'тан hit'ке make transition жасаймыз. Any state пен hit'in арасындағы сызықты таңдаймыз. Conditions деген жерге is walk емес, hit'ті таңдаймыз. Сосын Granny'ді таңдап, аниматорда controller деген жерге Granny controller'ді апарамыз. Үйді таңдап, navigation, ары қарай bake. Сосын bake дегенді басамыз. Көк болып шыққан жер ол Granny жүре алатын жер. Granny house'та static қылдырамыз. Assets деген жерден жаңа скрипт жасаймыз. Атын Granny AI деп қоямыз. Осы скриптті дәл осылай көшіріп алыңыздар. Енді сол скриптті Granny'ға саламыз. Granny'ді таңдап Add Component дегенді басамыз. Nav Mesh Agent деп жазамыз және оны таңдаймыз. Speed деген жерге 1.15 деп жазамыз. Енді оны оң жақ мышкамен басып тұрып, Granny AI деген жерге Agent'ке апарамыз. Animator деген жерге Inspector'дағы аниматорды апарамыз. Енді FPS контроллерді таңдап, оған Player деген тег береміз. Қайттан Granny'ді таңдап, Player деген жерге FPS контроллерді апарамыз. Енді ойында қосып көреміз. Бәрі керемет жұмыс жасап тұр. Біз енді искусственный интеллект AI жасап үйрендік. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнаны тіркеп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.